Нұржан, сөзге келісіп қалдыңдар. Не болды? Мен микрофонды алып, жай ғана бақыт тілеп, қатысушыларға қатты кірмелерін сұрайын дегем. Микрофонды алдық, қолынан сөйлемесін деп. Сен Айшыраққа неге бақыт тілемей, мұнда неге бақыт тілегің келіп кетті? Мен атым аталып тұр ғой. Мен атым аталып тұрғаннан кейін микрофонды алып сөйлеуім керек болды. Айшырақтарға мен онсыз да сыртта бақыт тілеп жүрген адаммын. Каждый фото. Жігітті әдейі қызғандырып жатқан жоқсың ба? Қызғандырғанда мен бір эмоция білдіріп жатқан жоқпын жігіттен. Мен кәдімгідей бақыт тілеп келгені дұрыс болды деп айтайын деп жатқан кезде микрофонды маған бермей сөйлеп тұрмын деді. Ренжитін нәрсе емес сияқты, жігіт просто қызғанып қалды кішкене. Ренжіп тұрған жоқпын маған түсінсін айтып. Түсінісіп шешіп алыңдар. Жандос мырза Аружанға ерегісіп келді дейді сізді. Не айтасыз? Түбегейлі жоқ, нүктесімен жоқ деймін, ассыз. Оған ерегісіп келген жоқ. Келет болсам келетін едім. Қонақ болып та келетін едім, есік әрдайым ашықта болатын еді. Жоқ. Мынау айтып жатқан әңгімелер. Мен Әйгерімді сырттай көрдім, бақыладым, ұнаттым, қызығушылық пайда болды. Иә, сіз Әйгерімді таңдап келіп отырсыз, және де қазір сіздің өткеніңіз жайлы әңгіме қозғалып жатыр. Әйгерімге обидно емес па? Әйгерім бас маған сенсейді. Сізді көре салып, ол қалай сенеді сізге? Көрсе өзінің таңдауы. Сендіруге жақсылап тұрсыңыз, әдемі таныстықтар күтеміз. Тек шынайы болғаннан, шынайы бағдарламаның шынайы. Айжан, неге көңіл күйің жоқ? Мүлдем бүгін эфирда жоқсың, белсенді емессің. Негізі ұйықтамадым, таңғы 5-тен бері ерте жатқан болатын, бірақ баламды әкесінің үйіне тастап кеткен болатын. Балам что-то мазасы қашып, сол әкесінің үйіне барып, баламды алып келген болатын. Қазір көңіл күйі жақсы баламның, бірақ кішкене тамақ алып тұрған сияқты, сол себепті менде көңіл күйім жоқ, энергиям кішкене аздап кетті. Жаңа, балаңсыз ұйықтай алмадың. Иә. Бүгін еще біз ладно, айтпай қой. Интрига болып қала берсін жарайды. Ештеңе. Все нормально. Керің келді. Өте әдемі болып күшті шықтың. Сезімің қалай? Менің ағам жол көлік оқиғасына апатқа ұшыраған жер осы жер. Қызылсай, Жаңаөзен ортасындағы жол. Былай ғой. Машинадан түскен жер. Ұмытып қалмайын, каждый раз келген сайын түсіріп, мен де бала-шағам болашақта келу үшін, есте болу үшін. Жолдың бойынан каким-то образом соғысып, машина осы жерге дейін түскен ғой. Осы жерде жан тапсырған жері. Біз Киваноға келдік. Киваноға келген соң енді бәрі бірінші сіздер таныстырып кетейін. Киваноға келесіздер. Осы жақта үйге керек техникалардың бәрі болады. Қараңдар. Тефальдар тұр, неше түрлі, өтежоқтар дайсынан неше түрлі тұр, обычный өтік тұр, қараңдар. Бәрі бар да. Негізі Киваноға бір рет келесінде үйге керек заттың бәрін полностью тауып аласыңдар бар ғой. Құрғалы кетпейсіңдер. Не керек? Техника, шампунь, крем бәрін аласыңдар ғой.